Маке, в общем, 100 миллион теңге дайын тұр. Бірақ бір но болып тұр ше. Бұл жерде ақшамен емес, фишкамен болайын деп тұр ғой. Ана фишка деген бар ғой. Ақшаның қадірін кетіріп жібереді ше. Бірақ бір нәрсені есіңде сақта, әрбір фишка әжептәуір ақша. Түсіндім ғой. Қанша игрок болады? Білмеймін қанша игрок болатын. Бірақ адам 1 миллиард теңгені алып шығайын деп тұр. Егер ойын не то кетіп жатса, отказ жасауға болады ма? Болады. Бірақ 5 сағаттан кейін ғана. 5 сағаттан кейін бір демалыс болады ортада. Бірақ Маке оған жеткізбей, ұтатын әрекет жасашы. Жарай ма? Егер ұтылып атсаң, отказ жасама бірақ. Ойын қайерде болады? Қаланың сыртында закрытый коттеджде болады ғой. Қол жасауға бола ма жерде? Ну, енді жасай алсаң, жасайсың ғой. Жасай алмасаң, автоматически ойыннан шығарып жібереді, ұсталып қалсаң. В общем, удачаға сену керек десе. Удачаға сенесің ба, білмеймін, енді көресің өзің Маке. Бірақ егер ұтып шығып атсаң, ақшаның қақ ортасынан бөлеміз екіге. Сөйтіп екеуміз өз жолдарымызбен кетеміз ғой. Келістік. Сосын Маке, мына киім жарамайды сен. Ертең барып дұрыстау киім алып алады, жарай ма? Сосын бір нәрсені есіңде сақта. Қолыңды ешқашан төмен түсіріп ойнама. Ша? Болды. В общем, таза ойын болады екен ғой. Мүмкін. Бопты, жақсы.